Сол қолдың бір ғана соққысымен қарсыластарын ұйықтата алатын қолдары ең жылдам боксшы кім деп ойлайсыздар? Рой Джонс па? Әлде Флойд Мейвезер ме? Мүмкін Райан Гарсия шығар? Жоқ, хук соққысын ең жылдам соғатын боксшы ол филиппиндік Нонито Донейр. Біз бүгін 5 салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы филиппиндік найзағай Нонито Донейр жайлы айтатын боламыз. Ассаламағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Нонито Донейр 1982 жылы 16 қарашада Филиппиннің Такбеларан қаласында дүниеге келеді. Әкесі жас кезінде боксшы болған екен. Сол себепті ол үлкен ұлы Гленді бокс залына береді. Ал Нонито болса, боксшы болуды мүлде қаламайды. Алайда ата-анасының бокспен айналысатын ағасына қалай қамқорлық жасайтындығын көрген соң, ол да шеттеп қалмау үшін бокс залына келеді. Нонито 11 жасқа толғанда отбасымен ақштың Калифорния штатына қоныс аударады. Мұнда келе сала ағайындылар боксты жалғастыра бастайды. Нонито барып жүрген залда енді ғана боксты бастап жатқан 11 жасар Андре Уорд та бар болатын. Нонито мен Андре екеуі жақын дос болып кетеді. Кейіннен Донейрлер отбасы балаларының жолақысын тауып бере алмай жүрген кезде, оларға Андре Уорд пен оның әкесі көмектесіп тұрған көрінеді. Қазір Донейр сұхбаттарында егер Уорд болмағанда өзінің боксты мүлде тастап кетуі мүмкін екендігі жайлы жиі айтады. There is the southpaw. There is Nonito Donaire, born in the Philippines. Got his man on the ropes. He knows what to do. 2000 жылғы Сидней Олимпиадасына жолдама ала алмаған соң, 2001 жылы 19 жасында кәсіпқой бокстағы мансабын бастайды. Алғашында әртүрлі промоутерлік компанияларда өнер көрсетіп келген ол 2006 жылы топ рангке тұрақтайды. 6 жылдың ішінде 18 кездесу өткізіп, оның біреуінде жеңілген Донейр 2007 жылдың жазында 50 келі салмақта IBF белдігінің иесі армениялық Вик Дарчинянмен кездеседі. Дарчинян осыдан бір жыл бұрын ғана Нонитоның ағасы Гленді жеңіп кеткен болатын. Енді Нонитоны да ағасы кеткен жаққа жіберуге уәде еткен Дарчинян бокстан әлем чемпионынан гөрі аулада ішіп алып жұдырықтасатын бомждарға көбірек ұқсайтын. Бірақ бұл алдамшы көрініс. Дарчинян кезінде өте мықты боксшылардың бірі болған. Жекпе-жек бастала сала Донейр өзінің жылдамдығын көрсете бастайды. Алайда қарсыласынан ешқандай қауіп сезінбеген Дарчинян 5-ші раундта Донейрдің сол қолында сезбей қалады. Осылайша Нонито Донейр алғашқы чемпиондық белдігін 25 жасында жеңіп алған болатын. Белдігін 3 рет қорғап, қарсыластарының барлығын нокаутқа жіберген ол 2009 жылы 52 келіге көтеріліп, бірден WBA чемпиондық белдік үшін жекпе-жекке шығады. Панамалық Рафаэль Консепсионды ұпай санымен жеңіп, 2-ші салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанады. The Filipino Flash, Nonito. 2010 жылы белдігін 2 рет қорғап, алдымен Мануэль Варгасты 3-ші раундта нокаутқа жіберсе, That's a bad move according to CompuBox. Look at that. And I gave Vargas that round. көп ұзамай Эрнан Маркесті техникалық нокаутпен жеңеді. Left hook, right hand. Oh, a beautiful left. Бұл салмақта да көп тұрақтамаған ол 2011 жылы 53 келіге көтеріліп, осы салмақтың чемпионы сол кезде өте танымал болған мексикалық Фернандо Монтельмен кездеседі. Жекпе-жек өте сақ басталып, екі боксшы бір-бірін аңдумен болады. Дегенмен 2-ші раундта ебін тапқан Донейр сол қолдың хук соққысын Монтельдің қорғанысынан өткізіп жібереді. Мексикалық боксшы ес-түссіз рингке сұлап түскенімен, мына ғажапты қараңыз, рефери 10-ға дейін санағанша есін жиып орнынан тұрып алады. Бірақ ары қарай қауіпке басты кісі келмеген рефери жекпе-жекті бірден тоқтатады.
2012 жылы енді 55 келіге көтерілген ол WBO белдігінің иесі кіші Вильфредо Васкесті жеңіп, мансабында 4-ші салмақ дәрежесінде әлем чемпионы атанды. And he rips Vasquez with a left hook lead, and there was a perfect example. The Filipino Flash, Nonito Donaire. Дәл сол жылы IBF белдігінің иесі африкалық Джеффри Матхебуламен кездеседі. Егер естеріңізде болса, бұл боксшыны Сидней Олимпиадасы кезінде Бекзат Саттарханов бір соққы дарытпай ойнап жүріп жеңіп кеткен болатын. Марқұм Бекзат тірі болғанда біраз белестерді бағындырушы ма еді, кім біледі. Ал Нонито Донаир болса, бұл африкалықты 4-ші раундта нокдаунға түсірудің арқасында аз ғана ұпай айырмасымен әрең жеңеді. The Filipino Flash. 2013 жылдың көктемінде Нонито Донаир мен WBA белдігінің иесі Олимпиаданың 2 дүркін чемпионы кубалық Гильермо Ригондо арасында супер жекпе-жек өтеді. Ригондо мансабында әлі жеңіліс көрмегендігіне қарамастан, жекпе-жек фавориті өте тәжірибелі Донаир болады. Кездесу бастала сала филиппиндік боксшы прессингті іске қосып, қарсыласына еш шиғызбауға тырыса бастайды. Бірақ өмір бойы екінші нөмірде жұдырықтасып келе жатқан Ригондо үшін агрессивті қарсыластар өте ыңғайлы. Донаир қанша тырысқанмен кубалық сытылып қашып кете береді. Дегенмен 10-ші раундта клинч кезінде сол қолды сілтеп қалған Донаир қарсыласын нокдаунға түсіреді. Түк болмағандай орнынан атып тұрған Ригондо ары қарай қателігін қайталамай жекпе-жекті жеңіске алып келеді. Осы жеңілісінен соң енді 57-ке көтерілген Донаир Виктор Чинянмен реванш өткізіп, бұл жолы да уақытынан бұрын жеңіске жетеді. – 2014 жылдың көктемінде африкалық Симпиwe Витеканы жеңіп, енді 5-ші салмақ дәрежесінде әлем чемпиондығы атағына жетеді. Сол жылдың күзінде Головкиннің андеркардында ямайкалық боксшы әлі жеңіліс көрмеген проспект Николас Уолтерспен қарсы жекпе-жек өтеді. Жекпе-жек бастала сала қарсыласына қарағанда ірі Уолтерс филиппиндік боксшымен соққылмаса бастайды. Үшінші раундта сондай соққы алмасулардың бірінде апперкот өткізіп алған Донаир нокдаунға түсіп қалады. Жеңістің ауылы алыс емес екендігін сезінген Уолтерс енді қысымды күшейтіп, 6-ші раундта Донаирді қарымта соққымен ет-бетімен түсіреді. Филиппиндік боксшы орнынан көтерілгенмен аяғында әрең тұрғанын көрген рефери жекпе-жекті тоқтатады. Осы жеңілісінен соң 57 келінің боксшылармен бәсекелесу ауыр болатындығын сезген ол, қайтадан 55 келіге оралып, 2015 жылдың соңында мексикалық Сезар Хуаресті жеңіп, WBO белдігінің иесі атанады. Snuck a body shot in, and there's a massive left hand. 2018 жылы 53 келіде бүкіл әлемдік бокс супер сериясы аясында турнир ұйымдастырыла бастайды. Турнирдің мақсаты осы салмақтағы ең мықты боксшыларды бір-бірімен жұдырықтастыру болатын. Жеңімпаз Мұхаммед Али атындағы кубокты иеленіп, сонымен қатар $1 миллион көлемінде сыйақы алатын болады. Осы турнир үшін 53 келіге түскен Донаир алғашқы айналымда британдық Райан Барнеттпен жұдырықтасады. Барнетт соңғы жекпе-жегінде отандасымыз Жанат Жақияновты жеңіп, WBA чемпиондық белдігін иемденіп алған болатын. Жекпе-жек барысында белгісіз себептермен белін жарақаттап алған Барнетт 4-ші раундта кездесуден бас тартады. Турнирдің жартылай финалында америкалық Стефан Янгты 6-ші раундта ес-түссіз сұлап түсіреді.
Бұл уақытта турнирдің екінші жағында жапондық монстр Наоя Иноуэді қарсыластарын қоғадай жапырып келе жатқан болатын. 2019 жылдың соңында екі панчер турнирдің финалында кездеседі. Алғашқы раундтарда Наоя қарсыласын әдеттегіше сұлап тастауға ұмтылып бағады. Алайда 5 салмақтың чемпионы Донейр міз бақпайды. Тіпті екінші раундта сол қолдың соққысымен Наояның қарқынын сәл ғана болса да басып қояды. 5-ші раундта Иноуэге қарсыласын есеңгіретудің сәті түскенмен құлата алмайды. 9-ші раундта енді қарсыласын есеңгірету кезегі Донейрге келіп жетеді. Мансабындағы ең ауыр соққыны қабылдаған Иноуэ дегенмен аяғында тұрып қалады. 11-ші раундта жапондық боксшы дегеніне жетеді. Бауырдан ауыр соққы алған Донейр құлап қалмауға қанша тырысса да тізерлеп отыра кетеді. Дегенмен 39 жасар филиппиндік боксшыны Иноуэ нокаутқа жібере алмай, ұпай санымен жеңіске жетеді. Осыдан соң пандемия басталып, арада бір жылдан аса уақыт өткен соң рингке оралған Донейр 53 келіде WBC белдігінің иесі француз Нордин Убайлимен кездеседі. Бұл кезде жасы 38-ден аса бастаған филиппиндік жас қарсыласын бульдозер секілді таптап өтіп кетеді. Осы жеңісінен соң Нонито Донейр аса жеңіл салмақтағы ең жасы үлкен чемпион атанып рекорд жасайды. Жалпы аса жеңіл салмақта бәсекелестік тым жоғары. Сол себепті бұл салмақтағы боксшылар 35-ке дейін мансаптарын аяқтап жатады. Осылайша WBC белдігін иемденген Донейр бұл уақытта қалған 3 белдіктің иесі атанып үлгерген Иноуэге қарсы реванш өткізеді. Әрі жекпе-жек жеңімпазы 53 келіде абсолюттік чемпион атанбақ. Бірақ бұл уақытта нағыз монстрға айналып үлгерген Иноуэ филиппиндік боксшыны бар жоғы 2 раунд ішінде жермен жексен етеді. Осыдан соң қалпына келуге бір жыл уақыт алған Донейр 2023 жылдың жазында Кроуфорд пен Спенс жекпе-жегінің андеркардында мексикалық Алехандро Сантьягомен кездеседі. Боксшы қанша мықты болғанмен уақыт бәрібір әсер етеді. Бұл кезде жасы 41-ге келіп қалған Донейр қанша тырысқанмен жас қарсыласын қуып жете алмайды. Қашып жүріп бокстасу тактикасын қолданған Сантьяго ұпай санымен жеңіске жетеді. Міне достар, филиппиндік найзағай Нонито Донейрдің бокс мансабы әзірге осындай. Жасы 41-ге келіп қалған бұл боксшы әлі мансабын аяқтайтын түрі жоқ. Жылдамдығы мүмкін азайып қалған болар, бірақ Донейрмен соққы алмасуға кез келген чемпионның жүрегі дауалай бермейді. Видеоны соңына дейін тамашалағандарың үшін алғыс білдіреміз. Ұнаса міндетті түрде лайк баса отырыңыздар. Сіздермен